Ты посылаешь. Записывайте. Я напишу. Талдықорғанда тағы да оқушы мен мұғалім жанжалдасты. Бұл жолы қыз бала дөрекілік танытты. Анығын айтайық. Кекілжің нөмірі 6-шы мектепте болды. Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі мен 8-ші сынып оқушысы жанжалдасқан. Әлеуметтік желіде тараған видеода ұстаз бен оқушы бір-біріне дауыс көтеріп, тіпті қол жұмсауға дейін барады. Алдын ала мәлімет бойынша жасөспірімнің білім ордасына боянып келуі жанжалға себеп болған. Сынып жетекшісі ретінде мұғалім ескерту жасапты. Алайда оқушы қыз ұстазына бейәдеп сөзбен жауап берген. Оқиғадан соң мектепте әдеп жөніндегі кеңес өткізілген. Оған оқушының анасы да қатысқан. Жиын барысында тараптар татуласып, бір-біріне ешқандай кінә артпайтынын айтқан. Алайда жанжалдан соң ұстаз жұмыстан шығып кеткен. Мекеме мәліметінше ол өзінің денсаулығына байланысты өз еркімен кеткен көрінеді.